Сәлем достар, бүгін үй жағдайында духовкада пісетін пирожки дайындайтын боламыз. Алдымен сүтімізді жылытып, 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су құятын боламыз. 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер және де 1 ас қасық дрожж салатын боламыз. Барлығын араластырып, жақсылап ерітеміз. Ерітілген сары майымызды үстіне құятын боламыз. Және үстіне ұн салатын боламыз. Ұнды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуға болады. Араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осылайша қамырымыз дайын болады. Бұл қамырға кішкентай сұйық май жағып, нығыздап қоямыз. Бетін жауып, жарты сағатқа тындырамыз. Нанымыз көтеріліп тынғанша картошкілерімізді дайындаймыз. Картошкілерімізді ашып, суға жуып, кубиктап турайтын боламыз. Туралған картоптарымызды кастрөлге салып, үстінен 2 стакан салқын су құямыз. Құйылған картоптарымызды отқа астын басып, жай отта қайнатамыз. Картоптарымыз піскенше мен жуа қосатын боламын. Жуаны алдымен турап алып, оны әбден қызарғанша отта қызартып пісіріп аламыз. Қазір тұмаудың кезі болғандықтан мен жуа чеснок дегендерді көп қолданатын болдым. Сіздер өздерің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Міне картоптарымызды пісіріп алдық. Енді қызарған жуаларымызды араластырып саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Және де мен үйде көк жуаны пайдаландым. Көк жуамызды ұсақтап турап, араластырып салатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Және алда көптеген тағы да видеолармен бөлісетіндермін. Сондықтан мені қолдап кетіңіздер. Міне жуаларымыз турап болды. Жуаларымыз дайын болды. Үстіне салқын сүт құйып, және дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Шым-шым тұз салып, және 1 жарты қасық қара бұрыш салатын боламыз. Осыны санышқының көмегімен араластырып, пюре қылып, жақсылап езіп араластырып аламыз. Пюрелеріміз мені араластып, жақсылап дайын болды. Енді қамырымыз дайын болса, міне қамырымыз дайын, жақсы үлпілдеп, жақсы көтерілген. Осы дайын көтерілген қамырларымызды үзіп алып, осылайша пюрелерді салатын боламыз. Бұл жерде ешқандай оқтау қажет етпейді. Осылайша қолдың көмегімен қолымызға май жағып отырып, салмаларымызды саламыз. Осылайша менде 8 дана пирожки дайын болды. Тағы да порциясын келесі порцияда пісіретін боламын. Сондықтан 1 дана жұмыртқаны жарып, осылайша беттеріне жағып, күнжіт сеуіп шығамыз. Сіздерде қандай күнжіт или мак болса, өздеріңіз қалаулар бойынша бетін әсемдеуге болады. Осылайша күнжітті сеуіп шығамыз. Сосын духовкаға 15-20 минутқа қоятын боламыз. Міне үлпілдек жақсы көтерілген пирожкилеріміз дайын. Балдар күте алмай пирожкилерімізді ыстылай жеп алды. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет.